Қазақстанда теннистің даму қарқыны жоғары. Бұл туралы үлкен шлемнің 14-ші турнирінің жеңімпазы Рафаэль Надаль Астанада өткен баспасөз конференциясында мәлімдеді. Оның пікірінше, бірер жыл ішінде біздің спортшылар жақсы нәтижелер көрсете бастайды. Рафаэль Надаль Қазақстанда теннистің дамуына барлық жағдай жасалған айтады. Естеріңізге сала кетейік, бүгін ол алғаш рет қазақ жерінде аты аңызға айналған спортшы әріптесі Уилфрид Цонгамен бірге көрсетілімдік ойын өткізеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, әйгілі теннисшілердің Қазақстанға келіп ойын көрсетуі жастар арасында осы спорт түрін насихаттауға септігін тигізеді. Осы басқосудан кейін Назарбаев университетінің студенттері сүйікті спортшыларына көкейіндегі сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Кеше мен теннис орталығына барып қайттым. Менің ойымша, көптеген теннис клубтары осындай жағдайдың жасалуын армандайды. Өйткені сіздерде бәрі жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Мені Қазақстанға шақырғандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдірем. Мен үшін бұл үлкен құрмет.